Ойы ойған Алматы облысының қолөнер шеберлері Текелі қаласында бас қосты. Кенді шаһарда Жетісу ұлы жібек жолының жаңғыру атты этнофестиваль өтті. Ұсталар, ісмерлер мен зергерлер өз бұйымдарын көпшілік назарына ұсынып, өзара сынға түсті. Әртүрлі оюлар келеді мынаған ішіне. Зайд Сейділхан ұсталықпен зергерлікті қатар меңгерген қолөнер шебері. Ол темірден бәкі, кезді, қақпан, ал алтын күмістен әшекейлер жасайды. Жүзік, сақина, білезіктерге салынған ою өрнектің өзіндік мәні бар дейді зергер. Төбені мүйіз қылып жасаған нәрсе екеуін бірлестіргенде қос жүрек болып тұр. Енді мына той жасайтын ол қыздар неке қиған кез осындай жүзіктер салады. Енді мына білезіктер сыңар мүйіз деп қояды. Бұл сыңар мүйіз әзірлене той жасамаған қыздар бұрын енді соған қарай салған нәрседен. Енді мына әжелер салады мына білезікті. Төбені мүйіз қылып, одан кейін мысалы көп мына арасында былай шеңбер араластырып шекіт нүктелер салады. Бұл енді өркен өссін, ұрпақты болған адамдар деген сияқты соған мағына білдіреді. Зайд Сейділхан аға сияқты 30-дан аса қолөнер шебері этнофестивальға қатысты. Олар құрақ көрпе, киіз өнімдер мен ертұрман, састырнай, ағаш астау, кәдесыйлар және терден жасалған картиналарды көпшілік назарына ұсынды. Бір жарымдан бері бұндай жиында ештеңеде болмады, бәріміз үйде отырдық қой. Енді мінекей көрме болып ұйымдастырылып, жан-жақтан аудандардан келіп көрсетіп жатыр. Біздің қаламызда көрсеткеніне біз қуаныштымыз. Бұндай көрмелер бұрында үнемі Талдықорғанда ғана болатын. Енді мынау өте жақсы үрдіс деп ойлаймын. Кейінгі жастарға үлгі. Ұлттық өнердің насихатшылары этнофестивальда өзара тәжірибе алмасты. Саланы дамытуға қатысты өзекті мәселелерді талқылады. Бізге осы қол өнерімізге көмектесіп грант берсе, киіміміз өте пайдалы болғаннан кейін, мынау шетелдерден, Қытайдан, басқа қалалардан алғанша өзіміздің өндірісімізді дамытып шығарсақ па дейміз. Фестиваль қорытындысында үздіктер анықталып, 9 аталым бойынша марапатталды. Өзге де қолөнер шеберлеріне алғыс хаттар табыс етілді. Салаға серпін беру мақсатында қоғамдық бірлестіктер мен туристік компаниялар арасында меморандум жасалды. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Әзірге айтарымыз осы, бас ақпараттарына қосылып болсын.